Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Бүгін біз осы видеода панкреатит және холецистит аурулары туралы сөйлесетін боламыз. И ДЖВП деген терминдік сөзді қозғаймыз. ДЖВП дегеніміз детские желчевыводящих путей деп аталады. Бұл дегеніміз өт қалтасының қатты қоюланып кеткенін айтады. Және де билярный слаж туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы осы аурулардың симптомдарын айтатын боламыз, диагностиканы айтатын боламыз, және үй жағдайындағы емі және кәдімгі емі туралы айтатын боламыз. Егер де сіздің мысалға сол жақ қабырға астыңыз ауыратын болса, немесе оң жақ қабырға астыңыз ауыратын болса, асқазан тұсы ауыратын болса, онда бұл видео сіз үшін өте маңызды болады. Өйткені соңына дейін қарайтын болсаңыз, мен соңына дейін сізге конкретный рецепт айтатын боламын. Соны жасайтын болсаңыз, осы проблемаларыңыздан толығымен құтылуларыңызға болады. Видео өте маңызды болады. Каналға тіркеліп лайк басып комментарий жазып кетіңіз, ал мен бастаймын. Ең бірінші холециститтен бастайық. Холецистит деген жалпы қандай ауру? Бұл дегеніміз біздің өт қалтамыздың қабыну процестерін айтады. Холецистит кезінде біздің өт қалтамыз былай айтқан кезде дұрыс функциясын атқара алмайды. Көбіміз білеміз, өт қалтасы бізде бар екен, бірақ ол қалай жұмыс жасайтынын көбіміз былай айтқан кезде қатты мән бермейміз. Негізінде қалай, мысалға анау бір қолды качать ететін нелер, эспандер дейді ғой, жаңағы болмаса там не бар мысалға. Міне мысалға да сіздерге көрсетейінші осыны. Мысалға міне анау жгутпен жаңағы не нагнетать етеді, воздух нагнетать етеді. Дәл осы секілді мысалға мынаны біздің өт қалтамыз деп қарасаңыз болады. Ішінде өтке тола бұл. Бұның жұмыс принципі қандай? Біз бұл ауаны былай бассаң, мысалы ауаны нагнетать етіп отырады. Сөйтіп мынаны үрлейді. Ал өт қалтасының жұмысы қандай? Дәл тура осы сияқты жұмыс істейді. Ол да нагнетать етеді, бірақ воздух емес, ол біздің өтімізді ішектерімізге, 12 ішекке бөлгізіп отырғызады. Осы жерде біздің өт қалтамызбенен ұйқы безінің қатты бір-бірімен несі бар, ортақ жұмысы бар. Егер де өт қалталарыңыз дұрыс жұмыс жасамайтын болса, онда обязательно сіздің ұйқы безіңізде дұрыс жұмыс жасамайтын болады. То есть ұйқы безінде бөлінетін ферменттер, біздің тамақты қорытатын ферменттер азайып қалады. Сол себепті сіздің тяжесть желудка басталуы мүмкін. Мысалға сіз бұрында мысалы тамақты жақсы қорытып жүрген болсаңыз, именно өт қалтасымен проблема басталғаннан кейін сіз тамақты уже қорыта алмайсыз. Дұрыс қорыта алмай қаласыз. Не үшін? Өйткені өт қалтасы тонусында жұмыс жасамайды. Негізінде нормада өт қалтасының сокращениесі болады. То есть нормада бұл определенный количествода сокращаться етіп жұмыс жасау керек. Особенно тамақ ішкен кезде бұның сокращениесі полный болу керек, және де ішіндегі содержимыйсы да біздің 12 ілшекке құйып тұру керек. Вот осы механизм бұзылған кезде бізде холецистит пайда болады. Холецистит дегеніміз ол өт қалтасының қабыну процестеріне ұшырағанын айтады. Мысалға анау өт қалтасы деп алып қарайтын болсақ, өт қалтасы деп алып қарадық. Енді холецистит кезде осы өт қалтасының структурасы ұлғайып кетеді. То есть сіз былай қараған кезде оның размері ұлғаяды, созылады, болмаса перегиб болуы мүмкін. Көп диагноздарды естіген шығарсыздар. Особенно УЗИстар жақсы көреді. Өйткені барлық УЗИстарға барған кезде олар былай айтады: перегиб желчного пузыря деп жазып береді. Перегиб дегеніміз не? Ол дегеніміз мысалға мынау өт қалтасының протоктары болатын болса, соның былай майысып қалуын айтады мысалға. Енді ойлап қараңызшы өзіңіз. Осындай майысып тұрған органнан қаншақты түрде өт дұрыс бөледі? Дұрыс бөле алмайды, өйткені мына жері барьер болып қалады. Перегибтардың не үшін перегибтар бізде пайда болады? Осы сұраққа жауап берейін. Мысалға жақында маған консультацияма бір кісі келді, үлкен кісі екен өзі, примерно 40-50 жастың арасында. Айтады: мен жаңағы өтім ауырып жүр, оң жақ қабырғасым ауырады дейді, асқазан тұсы ауырады дейді кейде. Неден пайда болды деп сұрасам, дұрыс емес тамақтандым дейді, и ауыр жұмыс жасадым дейді. Қандай ауыр жұмыс десем, шахтада жұмыс істейді екен. Шахталарда білесіздер, ауыр заттар көтереді, жалпы сондай қазбалық жұмыстармен айналысқаннан кейін, оның үстіне ол кісі қатты салмақ тастаған, то есть оған дейін
90-100 килограмм семіз болған, содан кейін бір 20 килограмм тастағаннан кейін қатты арықтап кеткен. То есть біздің органдарымыз, өт қалтасы болсын, бауырымыз болсын, мысалы ғана образына бауырымыз деп алып қарасақ, өт қалтасы деп қарайтын болсақ, бұлар ешқандай сүйекке жабысып тұрмайтын органдар. То есть бұлар байқаған кезде қасындағы тұрған органдарға жабысып тұратын спайкалармен неше түрлі органдармен бекітілген, мышцалармен бекітілген органдар болып табылады. Байқаған кезде аспанда тұрады деп айтсақ та болады. Және де бұл органдар біздің диафрагманың жоғары жағында тұрғаннан кейін адам қатты не істеп, жаңағы семіріп азған кезде бұның жаңағы перегибтер пайда болуы мүмкін. То есть перегибтің бірінші факторы либо салмақ қосу, ожирение болуын айтса болады, немесе ожирениеден кейін сразу азу. Болмаса адам қайта-қайта толып, қайта-қайта аза беретін болса, бұл да әсер етеді да, перегиб шейки. Тағы қандай терминдік сөз бар? Мысалға, бильярдный слаж деген зат бар. Бильярдный слаж деген не болады? Жаңағы холецит деген жалпы осы айтқаным, бильярдный слаж деген біз не енді? Болмаса эхоз весь деп жазып кетеді. Болмаса кейбір узистар былай жазады. Так, образование деп жазып береді желчный пузырьда, густой образование деп жазады. Осының барлығы өт қалтасының ішіндегі қатып қалған, байқаған кезде қоюлық деп айтсақ болады. Жалпы тас пайда болмас бұрын өт қалтасының ішінде қатты қоюлық пайда болады. Ол өт қалтасы қоюланып кетеді. Анау бөлген кезде мысалға өзінің сұйықтығын дұрыстап бөле алмайды, тем более перегиб болатын болса ана жақтан дұрыс өтпейді. Сол себепті обратный регургитация береді, соның өт қалтасы ісінеді, и оң жақ қабырға астында ауру сезім пайда болады. Бильярдный слаж егер ертпейтін болсаңыздар, дұрыс терапия қолданбайтын болсаңыздар, небәрі 1 ай мен 6 айдың ішінде, немесе кейбіреулерде 1 жыл болуы мүмкін, обязательно өт қалтасының ішінде тастар пайда болады. Сол себепті өтті айдайтын препараттар ішу керек. Мен соңында айтам видеоның қандай препараттар ішу керек екенін. Ол осындай проблема. Енді ұйқы безіне келейік. Жалпы ұйқы без дегеніміз ол бауырымыздың төменгі жағында, мына жерлерде орналасқан ұзыннан жатқан орган. Бұл орган бізде көптеген гормональды функцияны атқарады, және пищеварительный функцияларды атқарады, және обмен вещества тегі функцияларды атқарады. Ең бірінші жұмыс жасайтын жері ол бізде инсулин гормонын бөледі. Инсулин гормоны ол не дегеніміз? Инсулин гормоны біздің тамақтарымызды қорытуға және де сахарды клеткаға кіргізуге арналған кілт деп алсақ та болады. Мысалға, қалай айтсам, мысалға таксист, кәдімгі таксист, образына түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Таксисті сіздер инсулин гормоны деп алып қараңыздар. Машина жатыр екен, бірақ барсам жете ма, жетпей ма мынауға? Так, жетеді екен. Қазір образына түсіндіріп берейін. Мысалға, міне, қараңыздар, мынау машина, бұл машинаны сіздер таксист машина, міне, таксист машина. Бұны сіздер инсулин гормоны деп алып қараңыздар. Инсулин гормоны осы. Біздің ұйқы безінде бөлінетін инсулин гормоны таксист деп қарасаңыздар болады. Енді мынау, мысалға, бұл адам деп алып қараңыздар. Енді штоп түсінікті болсын айтып отырмын. Бұл адам бізде сахар болып табылады. Сахар адам, машина болса, таксист бізде инсулин. Енді бұлардың задачалары қандай? Мысалға, реальный өмірде таксисттар адамдарды өзінің тұрып жатқан жерінен апарып тастайды. Дәл сол секілді. Инсулин гормоны да сахарларды өзінің керекті жеріне апарып тастайды. Ол бір-бірімен жабысып, мысалға, машина ішінде қалай отырады, дәл сол секілді сахарда инсулинға прицепляция етіп бір-біріне сөйтіп жаңа үйіне дейін апарып тастайды. Ал бұл механизм бұзылған кезде не болады? Бұл механизм бұзылған кезде таксисттар біздің адамдарды сахарды көрмей қалады. Болмаса инсулин гормоны өте көп, сахарлар өте көп, адамдар өте көп, былайтқан кезде таксисттар үлгермейді ананың бәрін тасып, түсінесіз ба? Не болады сол кезде? Сол кезде біздің мысалға қан тамыр жүйесін жол деп елестейтін болсақ, автобан, автомагистраль, болмаса там Алматының немесе Астананың пробкалары, пробка. Сондай пробка болып кеткен, инсулиндар көп, таксисттар көп, адамдар да өте көп,
күтіп тұрған мысалға аялдама болсын, ан жақ болсын, таксисттар тоқтамайды, өйткені өздері тола. Не болады? Ан жақта застой болады. Ана жақта қаныңыз қатты қоюланып кетеді. Сол себепті сахардың диабет секілді проблемалар басталады. И панкреатиттің проблемасы да осында болып тұр. Негізгі проблемасы былай айтқан кезде өт қалтасындағы, өт қалтасы ұйқы безіндегі жаңағы бүткіл инсулин гормоны бөліп шаршағандықтан, наизнос жұмыс жасағандықтан ол қабынып бастайды. Ол көбінесе тәтті жеу кезінде, мысалы, дұрыс емес тамақтану, фастфуд, тәттілер, неше түрлі быстрый углеводтар, кондитерский заттар, сахарлар, мороженое, чипсы, кола, фанта, спрайт, тағы басқа. Постоянно осындай нагрузкада ұшырата беретін болсаңыздар, тем более алкоголь ішетін болсаңыздар, темекі тартатын болсаңыздар, тағы басқа, осының барлығы усугубляция етіп, ұйқы безінің көп ұзамай приступ ұстатасыздар. Болмаса ұйқы безімен панкреатит деген проблема басталады. Панкреатит деген жалпы ұйқы безінің ісінуін айтады. Панкреас дегеніміз ұйқы безі, ит дегеніміздің бәрі, иттің бәрі воспаление, болмаса қабыну деп переводится с латинского. Вот, ұйқы безі қабынды деген. Ұйқы безі қалай қабынды? Симптомдары көбінесе сол жақ қабырғасына береді. Холецистер көбінесе оң жақ қабырғасына береді. Бірақ кейде екеуі қосалқы болуы мүмкін, бір-бірімен жармасып тұруы мүмкін. Сол себепті опоясывающий характерді ауырады. То есть мынаның барлығы ауырып бастайды. Асқазан тұсы да ауырады. Кейбір кезде екеуі де ауырып тұрған болса, холецисті панкреатит деген диагноз қойылады. Ол кезде сол жақ қабырғасына береді. Немесе оң жақ лопаткаға беруі мүмкін. Болмаса сол жақ лопаткаға беруі мүмкін. Немесе жаққа беруі мүмкін. Қолдарға үйуі мүмкін да. Осының бәрі проблемасы негізі осымен связаны болуы мүмкін. Жалпы симптомдармен основной мен бәрін айтып бердім. Аурулардың бәрін мен сіздерге айтып бердім. Енді диагностика ретінде не істей аламыз, көпке бармай қойыңыздар, просто УЗИға барып түсіңіздер болды. УЗИдан көрсетіп береді, панкреатит па, холецистит па, тас пайда болды ма, не, бәрі көрініп тұрады. Диагностиканың бірінші критерийі ол бізде УЗИға түсу, ультрадыбыстық зерттеуден өту. Ал енді қан мәселесіне не тапсыру керек дейтін болсаңыздар, мына жерге қанның результаттары несін перечендарын шығарып қоямын, желательно осы анализдің бәрін тапсыру керексіздер. Ол жерде полностью асқазан бактериясына проблема бар ма жоқ па біліп аласыздар. Холецистит бар ма жоқ па біліп аласыздар. Жаңағы панкреатит, ұйқы безі воспаленный ма, воспаленный емес па, то же самое біліп аласыздар. Бауырыңыз ауыра ма, ауырмай ма, айсыларға қарайсыздар. Барлығы осы жерден көрсеңіздер болады. Даже гормондарыңызға дейін тексересіз. Болса анализ полный тапсыратын болсаңыз, біраз проблемаңыз негізі анықталады. Немесе бәрі егер жақсы болса, бәрі норма шығады. Жалпы диагностикамен осы бәрі бітеді. Енді үй жағдайында қалай емдейміз, панкреатит, холециститтерді? Ең бастапқыда үй жағдайында емдеу үшін сіздер диетаға отырып керексіздер. 3 мезгіл регулярно тамақтанасыздар. Тамақтарыңыздың барлығы жареный болмау керек, копченый, сладкий деген бәрін алып тастайсыздар. Бәрі парда даярланған болу керек, немесе суға пісіріліп бұқтырылған болу керек. Сол кезде гликемический индекстер азаяды, тамақтарының и әдемі сіңетін болады. Переедай тетпейсіздер. Мысалға, мынау мен асқазаным деп қарайтын болсаңыз, осы асқазанның төменгі жағын тамаққа, ортасын суға, төбе жағын ауа қалдырасыздар. Айтқан кезде адам баласына нормально функционировать етуіне осыншалықты өздерінің жұдырықтарындай кішкентай ғана тамақ жеткілікті болады. Кішкентай ғана тамақ. Сол себепті қатты қинамаңыздар. Особенно өтпен және ұйқы безбен проблема болған кезде тамақты вообще аз ішу керек. Содан кейін жидкость, көбірек су ішесіздер. Енді и салаттар көбірек жейсіздер. То есть крестоцветныйлар көбірек жейсіздер. Капуста секілді, болмаса там тушеный капуста жесеңіз болады, мысалға там. Болмаса, жалпы айтқан кезде салаттарды, көкөністерді көбейту керексіздер. Бұл үй жағдайындағы емі жалпы осы. Емдік ретінде тағы үй жағдайын не ішсеңіз болады дейтін болсаңыз, мысалға корень одуванчика ішсеңіз болады. Өтті айдауға көмектеседі, ұйқы безінің воспалениесін снимать етуге көмектеседі. Содан кейін екіншісі расторопша деген шөп бар. То же самое, заварить етіңіз 1 стаканнан немесе 2 стаканнан, 1 стаканнан, то есть азанда обед кезінде ішсеңіз жеткілікті болады. Осының бәрі жеткілікті болады сіз үшін, мысалға.
оп оңай заттар, иә. Ромашка ішсеңіз болады, корень одуванчика ішсеңіз болады, расторопша ішсеңіз болады. Содан кейін осымен үй жағдайында ем бітті, иә. Қандай препараттар? Урса дезоксихолевый қышқылын қолдансаңыз болады. Репейник қолдансаңыз болады. AGX деген дәрілер бар, керемет. Жалпы лечениесінің астына төменге жазып кетемін описание, сол жақтан қарапсаңыз болады. Егер де сізге осы ас қорыту жүйесімен проблема болатын болса, мен консультацияма жазсаңыз болады. Маған жазсаңыз, осы номерға мен сізге дальше не істеу керек екенін айтатын боламын жалпы. Егер осы видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк комментарий жазып кетіңіз. Сіздермен болған дәрігер бағзат сейітқазыұлы. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыз.